Қазақ тілінің проблемасы көп. Оның жүздеген проблемасының ішінде әркім әртүрлі бағыттарын алып зерттеп жатыр. Жүздеген бізде осы қазақ тілінің мәселелерімен айналысатын ұйымдар бар екен. 100-ден астам қазақ тілін оқытатын курстар бар. Ал қазақ тілі деген қоғам бар, оның толып жатқан аудандық қалалық бөлімдері бар. Мінекей осылардың барлығы ондаған жылдар бойы жұмыс істеп жатыр. Бірақ солай болғанның өзінде де біздің қазіргі қазақ тілінің күйі біздің көңілімізді көншітпей отыр. Неге дегенге қатысты осы мінекей менің ең басты сұрағым, көңіліме осы алып жүрген, өзім зерттеп жүрген тақырыбым осы. Демек, осы бір ғаламдық проблеманың шешуі бола ма? Болса, ол қандай деген мәселеге қатысты. Бұл мәселенің әрине шешуі бар. Және бұл онша қиын да емес. Қиын емес екендігі осындай мәселелермен айналысқан дүниежүзілік ғалымдар бар. Алдыңғы қатарлы лингвистикалар бар. Олардың жүздеген авторлардың мыңдаған зерттеулері бар. Ал біз осыларға қарауымыз керек ма? Соның ішіндегі солардың тарихи ақталған әмбебап қолданылатын релевантты теориялар менен тәжірибелерін игере отырып, соны біз өзіміздің қазақ тілін дамытуға қатысты қолдана отырып, тілді толыққанды даму жолына түсіруге болады деп есептеймін. Және осы мәселелермен мен соңғы осы 15 жылдың шамасында осымен айналысып келе жатырмын. Ал енді қарапайым тіл жанашырына менің айтарым не? Менің айтарым, біз ең алдыменен тілді дамыту парадигмасын айқындап алуымыз керек. Ол не деген сөз? Ол біз қай бағытты ұстанамыз? Қандай ғылыми парадигмалар бар? Қай елдерде қандай осы бағыттар ұсталған? Ондай тәжірибе көп. Қытай аз уақыттың ішінде аграрлық қоғамнан индустриялық қоғамға өтті дағы, қазір индустриялық қоғамның түкпір-түкпіріндегі оның қойнауларындағы оқиғалар мен құбылыстарды Қытай тілінде жеткізе алады. Қытай тілі ғылымда да, техникада, технологияда бәріне қазір өздері әмбебап қолданып отыр. Ал ондай жағдай Қытайда осы өткен ғасырдың 70-ші жылдарының екінші жартысында ғана ашылды. Олардың ұлы көсемдері қайтыс болып, орнына басқа жаңаша ойлайтын адамдар келіп, барлығын жаңаша жолға салып, айналасы 40 шақты жылдың ішінде Қытай экономикада да, ғылымда да, техникада да, технологияда да дамудың барлық жақтарынан озып, дүниежүзінің алдыңғы қатарлы державасына айналды. Соның ішінде Қытай тілі де сондай жағдайда. Ал енді мына еврейдің сонау 1000 жылдың ішінде ұмыт бола бастаған тек бір діни ритуалдарды ғана қолданып жүрген аздаған терминдері ғана бар тілді жандандырып қазіргі заманның универсал ғылыми дәйекті тіліне айналдырып отырған тәжірибесі бар. Бізге алдыңғы қатарлы Европаның лингвистикаларының тәжірибелерін алуды ұсынамын.
Европаның алдыңғы қатарлы елдерінің тілдерінің озық тәжірибелерін бәрін жинақтаған орыстар болды. Анау 19 ғасырға дейінгі кезеңде орыс тілі тек қана мұжықтардың тілі, деревнялардағы сөйлесетін өліп бара жатқан тіл деп орыс интеллигенциясы жалпы орыс тілінде сөйлеуді өздерінің ары көретін жағдай болған. Лев Толстойдың романдарын оқысаң, сол жерде сол тілге қатысты мәселелер айқын көрініс береді. Ал содан кейінгі кезеңде орыстар не істеді? Орыстар өздерінің ғана емес, дүниежүзінің тілдерін зерттей бастады. Әсіресе Европа елдерінің тілдерін түбіне шейін зерттеді. Содан кейін барып, олар Европада ең дамыған тілдер. Бұл ағылшын тілі, француз, неміс тілі, испан тілі, поляк тілі. Осы тілдерді негізге ала отырып, орыс тілінің стандартталған әдеби нормаға түскен нұсқасын жасап шықты. Олар орыстың халықтық тілінен, жалпы халықтық тілден, мысалы Ожоговтың, Дальдың сөздіктерінен алып отырып, орыс тілінің индустриялы қоғамда, қазіргі заманауи қоғамның түкпір-түкпірінде болып жатқан құбылыстар менен үдерістерді толыққанды дұрыс көрсете алатындай деңгейге жеткізді. Қазір орыс тілі дүниежүзіндегі кең таралған біріккен ұлттар ұйымының тілдерінің қатарында. Ал қарапайым тіл жанашыры біз, мысалы, орыс тіліндегі материалды оқып отырып, соның ішінен бір сантиметр, миллиметрлік ауытқуды таба алмаймыз. Оның бәрі орнында. Тіл стандарты бойынша, әдеби норма бойынша барлығы өздерінің орнында тұрады. Ал өкінішке орай, біздің қазақ тілі осындай деңгейге жеткен жоқ, жеткізген жоқпыз. Ең бастысы, қазақ тілді филология индустриялы қоғамда тілді әмбебе қолдануға дайындау қажеттігін түсінген жоқ, түсінгісі де келмейді. Осыған қатысты ешқандай шара қолдану алға қарай басу болған жоқ. Таяуда ғана, таяуда болғанда біздің президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тілге қатысты стратегиялық мәні бар парадигма ұсынды. Қазақ тілінде деді, біз көптеген қателіктер жібердік деді. Енді бұл тілді реформалау керек деді. Модернизациялау керек деді. Ал оны жүзеге асыру үшін біз Европа тілдерінің жетістіктерін, солардағы идеяларды, солардың тәжірибелерін пайдаланып, осы жұмысты жүзеге асыруымыз керек деді. Қадірлі тіл жанашырлары, филологтар, бізге осы уақытқа дейін шенеуніктер ғана меңгермей жатыр деген буалдыр ғылымға да, саясатқа да, құқыққа да келмейтін констатацияны тастап, енді осы қазақ тілін алдыңғы қатарлы лингвисткалар қолданған идеялар мен тәжірибелерді іске асырып отырып, осыны жөнге осылай салу керек.